Комментарийға осындай сұрақ келген екен: гарантты созаемщикті қанша уақыттан кейін алып тастасам болады? Яғни сіз ипотека алған кезде, значит, сіздің айлығыңыз жетпеген ипотекаға. Егер отбасыңыз бар болса, сіздің айлығыңыз балаларыңызға барлығына бөлінеді ғой. Одан кейін ипотека алып тұрған кезде кредитіңіз болса да, тоже ол сіздің ипотекаға айлығыңыз жетпей тұрады. Сол үшін гарант алған шығарсыз. Енді гарантты алып тастау деген операцияның өзі отбасы банкте платный, иә, бұрын 5 мың теңге болған, кейін 10 мың теңгеге көбейді деген сияқты. Сіздің алатын айлығыңызды есептейді қайтадан олар. Айлығыңыз жетіп тұрса, сізге гарантты алып тастауға мүмкіндік береді. За услуга оплатасын жасайсыз операция үшін, жаңағы гарантты алып тастау, и сіздің гарантыңызды сізден босатады. Созаемщикті алып тастайсыз, ары қарай ақшаңыз жетіп тұрса, айлық табысыңыз, сіздің табатын табысыңыз, өзіңіз төлей бересіз, гарантыңыз болмайды. И бір жақсы жері гарант, например, бір адамға гарант болдыңыз ба, ол сіздің историяңызда тұрады. Ол гарантыңыздың да историясы таза. Ол да ары қарай ипотекаға өзі немесе басқа да кредиттерін алып өмірін сүре береді.